Саламатсыздармыз, құрметті көрермен. Эфирде Дін сақшы бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз әсіре діншілдік қазақылыққа нұқсан келтіреді тақырыбына арналады. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы философия ғылымдарының докторы, профессор Құрманалиева Айнұр Дүрбеленқызы. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қош көрдік, рахмет. Жалпы идеология саласында орын алып отқан олқылықтардың қайсы бірін алмасақ та, сарынына аңдап қарайтын болсақ, шеттен шыққандықтың шегі қылтияды. Бұл ненің көрінісі деп пайымдайсыз? Енді қазіргі кезде біздің саламыз дін мәселесін зерттеуге байланысты сұрағыңыздың нобайы сол дін мәселесі жөнінде шектен шығушылыққа байланысты деп түсініп отырмын. Әрине қазіргі кезде орта жолды ұстау, сол орта жолдағы өзінің көзқарасын, бағытын дәстүрлі түрде ұстап отыру әркімнің қолынан келе бермейтін бір қол жетпес дүниеге айналып бара жатыр. Себебі қазіргі кезде көбінесе жастардың тарапынан бір шектен тыс шыққан бір нәрселерге, құбылыстарға деген бейім болып бара жатқан біз сезінеміз. Соның ішіндегі әсіресе осы дінге деген. Дін бір сәнге айналған секілді. Бірақ былай қарап отыратын болсақ, дін бұл сәнге айналатын құбылыс емес, бұл адамзаттың ішіндегі жақсы бір асыл қасиеттерін шығаратын құбылыс. Сондықтан да ол өзінің тылсым әлеммен бір байланысын білдіреді. Сол себептен де біздің жастарымыздың мысалы діни бағытын, діни көзқарастарын таңдаған кезде әрдайым бір ойланғандары дұрыс, кез келген нәрсені сүзгіден өткізгендері де дұрыс. Кейде бізде былай еліктеушілік деген өте көп болады. Мәселен, жастар мына өздері белгілі бір қызығушылық болған кезде, мысалы кітап оқуға қызығушылық, кино көруге, тағы да басқа қоғамдағы өзекті мәселелерге талқылауға деген қызығушылық болса, әрине оның тек қана жемісі болар сөзсіз. Бірақ өкінішке орай көп жағдайда біз жастардың біздің мәдениетімізде жоқ, дәстүрімізде жоқ нәрселерге діни қызығушылықтарын таңдау кезінде шектен тыс жаңа қызығушылықтары басқа арнаға бұрылып бара жатқан сәтті құбылысты байқаймыз. Бұл бір қызық феномен болып қалыптасып бара жатыр. Енді бұның ең бастапқы себебі бір шетінен идеологиялық вакуумнан да деп көруге болады. Себебі қазіргі жағдайда біздің өздеріңіз секілді көп журналист әріптестеріңіз, мәселен қазір қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарындағы біраз зерттеулер жүргізіп жасап жатыр. Сонда мәселен мынандай мәселелерді жақсы қозғап жүр. Қазіргі кезде елімізде мектеп, мәдениет үйі, тағы да басқа жастардың бір көңіл көтеретін, болмаса жаңағы ғылыми ізденістерін, ғылыми таным ұштайтын орталықтардан көрі мешіттердің салуыны белең алған бір құбылыс болып тұрды. Енді былай қарасақ, жастардың бәрі де дінге қызыға бермейді ғой. Мысалы, мәселен, сондықтан да олардың бір өздерінің бос уақыттарын өткізетіндей орталықтар керек әрине. Ол біздің мемлекеттің де қазір тікелей саясатында бар дүние деп ойлаймын. Бұл тұжырымдарға да байланысты, оны іске асыра алатын жаңағы жол картасында да бар деген ойдамын. Сондықтан да осындай әсіре діншілдікке, болмаса жаңағы діни фанатизмге, экстремистік идеяларға берілмесі үшін жастар өздерінің кез келген ізденістерінде орта жолды ұстанғандары дұрыс деген ойдамын. Әрине, мысалы діни фанатизм, болмаса жаңағы діннің негізіндегі экстремистік идеялар қай кезде пайда болады. Олар белгілі бір жаңағы дінге деген құштарлығын, дінге деген ізденісін табатын қайнар көзді дұрыс таңдамаған кезінде де болып жатады. Мәселен, жас буын өкілдері белгілі бір қоғамдағы, болмаса жеке өміріндегі мәселелі жағдай туындаған кезде бойкүйездікке салынып, болмаса жаңағы өзінің туыстарымен, ата-аналарымен, мектептегі достарымен қандай да бір сөзге келіп қалған кезде, болмаса өзінің ойын білдіретін ортасын таппаған кезде қоғамда оқшауланып жатсына бастайды, бөлектене бастайды. Міне осы кезде олар өзінің ойын тыңдайтындай, өзінің жаңағы ішіндегі жан дүниесіндегі жиналған
бүкіл қыр-сырын аша алатындай бір жаңағы нысананы іздей бастайды. Дәл осы кезде көп жағдайларда мысалы діни ізденістердің бастамасы қайдан туындайды деген мәселе сауалмен біз көп зерттеулер жасаған кезде жастардың көбісі жаңағы діннен көбінесе өзіне жұбаныш тауып жатады. Сол кездері мысалы алғашқы білімді кім береді, сол алғашқы білімнің ақиқат болары сөзсіз, сондықтан соның етегінде де кетіп жатады. Қазіргі кезде әсіресе мына пандемия жағдайында көп адамдардың жеке көзбе-көз қарым-қатынасына, мысалы сізбен біз секілді отырып мүмкіндіктер өте шектеулі болып жатыр. Сондықтан да көбінесе мына ғаламтордың пернелерінде көп ізденіс ақпарат көзін жаңағы іздеп сол жақтан қарастырып жатады. Әрине ол ақпарат көздерінің барлығы да тура ақпаратты береді деп айта алмаймын. Көп жағдайларда жалған ақиқаттарда кете береді. Енді бұл жерде негізінен бәсеке, былайша қарасаңыз, бәсекеге негізі адам капиталы, болмаса адамның санасы негізі бәске тігілген деп айтуымызға болады. Себебі кейін мысалы адамның өмірі, адамның сол санасы қазір кезде басты құндылық болып отыр. Мысалы қазір пандемия кезінде расымен де адамға көп нәрсенің аса қажет емес екенін де дәлелдеді. Яғни материалдық құндылықтар, тағы басқа заттар, киім-кешек деген секілдінің қазір аса сондай бір өзекті емес екендігі көрінді. Бұл жерде ең бастысы адамның санасы, адамның миы, адам құндылығы бірінші рөлге шықты деп айтуымызға болады. Осы ретте бәсеке деген сөзді айтып қалдым. Бәсекелесе отырып, жаңа діни ұйымдар өздерінің миссионерлік қызметтерін белсендіре түсті. Бұл көп жағдайда еліміздегі өздерінің жаңағы қажетті өздерінің мүдделеріне сай идеологияны жүргізуге көп мүмкіндік туғызды. Мысалы, егерде өздеріңізде хабардар болып отырған шығарсыздар, пандемия кезінде, мәселен, ислам жамағаттарының ішінде, мұсылман жамағатының ішінде жаңағы жұма намазды мешітте оқу, біз өзіміздің құқығымыз шектеліп жатыр деген секілді мәселелер көтерілді. Бұл әрине қоғамда кішкене болса да іріткі салушылық, бұл да бір діни негіздегі шектен шығушылық деп есептеу керек. Сонымен қатар тағы да Ресейдің бір қатар интернет порталдарында да бұндай жаңалықтар болды. Жаңадан шіркеулер, жаңа интернет шіркеулер немесе жаңағы онлайн дәрежедегі ғаламтордағы шіркеулерді құрып, мысалы өзінің адептарын шақыру деген сияқты ситуациялар болып отырды. Енді алыстай қойған жоқ, 2 қарашада болған, өздеріңіз білесіздер, мысалы өкінішке орай Венадағы болып жатқан террорлық актілер. Бұның бәрі не деген сөз? Бұның бәрі расымен шектен шығушылық. Негізі жаңағы шынымен де қазақтарда жақсы сөз бар, қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді. Осындай тыныш заманды, бейбіт өмірді біз уақытысында бағалай білу керекпіз. Көп елдерге бұл бір көзден бұлбұл ұшқан арман ретінде кетіп отыр. Мысалы, Сирияны қарасаңыз, Шам еліндегі соғыс өртінен, соғыстың шаңдағынан өздер көз аша алмай отыр. Ал енді біз сондай ертеңгі күніміз үшін көшеге еркін шығамыз. Мәселен, бізді қазір бір жерден жарылып, бір адамның менің өміріме нұқсан келеді, болмаса бала шағама зиян келеді деген сияқты ойдан адамыз. Оның өзі бір үлкен бақыт. Сондықтан да бұндай шектен шығушылықтардың экстремистік идеяларға және діни фанатизмге берілмеу керек. Бұл ретте кез келген нәрсені таңдаған кезде адамның сыни санасы болу керек. Бұл жерде жаңағы сыни сана болған жағдайда ғана адам өзіне керегін ғана таңдап алып, жамандыққа бармайды деп айта аламыз. Сонымен қатар мысалы кейде мысалы бізде көп жағдайларда мысалы экстремистік болмаса тағы да терроризм деген ұғымдарды айтқан кезде оның
басында қай кезде пайда болды дегеніне оралатын болсақ, біздің елімізде қазір экстремизм, терроризмге қарама заңдылықтар, нормативті актілер қабылданды, бірақ ол қабылданған кезде ешкімде дәл осындай шынайы практикада да онымен ол заңдарды қолданамыз деп ешқайсымыз ойлаған жоқпыз. Мысалы 2016 жылы, 2011 жылы болған өкінішке орай Қазақстандағы террорлық актілерді қарайтын болсақ, ал сол 90 жылдардан кейінгі 95, 2005 жылдардағы заң қабылданған кезде қарайтын болсақ, ол кезде шынымен де ол заңның қолданысқа енеді деп ешкім күткен жоқ болатын. Ал өкінішке орай тарих керісінше нәрсені көрсетіп отыр. Енді дегенмен де бұл өте қиын құбылыс. Сондықтан бұндай қалай болған күнде де кез келген қоғамның мүшелері мына еліміздегі діни жағдайдың тұрақты қалыптасуына, тұрақты болуына еңбек ету керекпіз. Ең бастапқы кезде бұл еліміздің мүддесі үшін қызмет ететін жастарды тәрбиелейтін болсақ, бұдан біздің тек ұтарымыз болады. Ал осы өзім білемдікке салынып, бір жақтылықпен қарайтын мысалдарды да көп жатамыз ғой. Сенің айтқанның барлығы дұрыс емес, барлығы далбаса, сенің артынан біреу сөйлетіп отыр деген сияқты қалыптар қарамыз. Бұл ненің көрінісі? Негізі дінтануда жаңа діни ұйымдардың классификациясы беріледі, жүйелену беріледі. Сол кезде олардың жаңа теориялық тұрғыдан белгілеріне назар аударатын болсақ, мәселен, жаңа діни ұйым қалыптасу үшін міндетті түрде ол өзінің дәстүрлі бағытынан бөлініп шығады. Мысалы, оның ішінде исламның ішінен де бөлініп шыққандар болады, христиандықтың ішінде буддистік ағымдардан да бөлініп шығады. Ол енді екінші тағы бір белгісі ретінде ол міндетті түрде жаңадан өздерінің қасиетті кітабы деп белгілі бір ілімдері жазылған жазбасын қабылдайды. Және сол жазбадағы діни ілімдің қағидалары сол ғана ақиқат деп есептеледі. Сонымен қатар оның міндетті түрде мысалы, Мұхаммед пайғамбармен теңесетін, Иса пайғамбармен өздерін теңестіретіндей жаңа пайғамбары шығады. Соның айтқанынан шықпай, соның айтқаны ғана ақиқат болып есептеледі. Бұның барлығы сананың девиациялануымен байланысты, яғни сананың өзгеруі. Ол басқа ақиқатты, мысалы, бөгдені бөгде деп танымайды, тек қана өзіндікі ғана дұрыс деп, өзінің ойындағы жаңағы алдыңғы өздерінің көшбасшысы не деп айтты, рухани көшбасшысы, тек соның айтқанымен ғана жүретін болады. Сондықтан да бұл бір шетінен ақпараттық изоляция болады. Ол басқа айтып жатқан адамдардың көзқарасымен санасуды, болмаса сол бөтен ойға деген сый білдіруді, толеранттылық танытуды деген білмейді. Бұл сондықтан агрессия пайда болады ол адамда. Сол себептен де жаңа өзім білем, барлығы менікі дұрыс, менікі ақиқат деген содан туындайды. Яғни бұл жерде ол былайша айтқан кезде көзі байланады, санасы байланады. Оған да мысалы жаңағы бағдарламалау немесе дін психологиясында зомбирование дейді. Мысалы өзінің толығымен санасын жаңағы шектеп қояды. Егер де адамды мысалы бір 4 қабырғаның ішіне қамап қойып, оны сыртқы ортамен, теледидарда болып жатқан жаңалықтармен, болмаса өзінің достарымен араластырмай тастасаңыз, ол не болады? Ол мәңгүрттенеді, былай қарасаңыз. Ол тек қана бір ғана адамның айтқан ақиқатын ғана қабылдайды. Яғни жаңа діни ұйымға тартқан кезде жаңағы адептілермен жұмыстау барысында неше түрлі технологиялар қолданыла отырып, оны біршама уақыт жеке изоляцияда ұстағаннан кейін ол адамның санасы ақпарақтай тазаланады, және оған тек қана өздеріне қажетті ақпарат салынады. Сондықтан да енді келесі келіп жатқан адам екінші рет егерде шынымен де дұрысын айтып жатса, ол оны қабылдамайды. Себебі оның миындағы барлық орын өзіне жаңағы дінге байланысты қажетті деген толтыру керек, біліммен толтыру керек орын басқа іліммен
толық қойған болады. Сондықтан ол екінші тағы басқа бір ақиқаттыға шынымен айтып жатқан дүниені ол қабылдамайды. Сондықтан да ол менмендікке салынып, менікі ғана дұрыс, сенің айтып жатқан ақиқатың өзіңе, бұл деген әлі де оны сен Құдай алдында жауап бересің, әлі де азапқа шалынасың деген сияқты қорқыту, үркіту секілді жаңағы технологиялар қолданыла бастайды. Бұның барлығы да тағы да сауатсыздықтан кеп ұшырасады деп айтуымызға болады. Себебі егер де ол діни тұрғыдан сауатты болатын болса, мәселен, егер де айтып жатқан дүниесін жоқ, менің мысалы ата-баба дәстүрінде күнделікті алған ата-анамның айтып отырған маған құндылығында бұндай нәрсе жоқ болатын деп егер де диалогқа түсетін болса, оның айтылып отырған ойларға кереғар өзінің идеясында қарсы балама ретінде ұсынатын болса, ол әрине бұндай ықпалға түспеуші еді. Бұның бәрі де енді оның жаңағы кез келген ақпаратты қабылдаудағы сыни санасының төмендігінен болып отыр, және діни сауаттылығының да аз мөлшерден болғандығынан деп есептеймін. Егер де шынымен де ол барлығын білген болса, оған да өзі қарама-қарсы ақпараттарын қойып тойтарыс бере алатын еді. Демек, критикалық ойлау жүйесімен сана саулығы адамға қорғаныш бола алады дегіңіз келеді. Әрине. Бірінші кезекте. Иә, әрине. Ал қазіргі кезде мынау белең алып жатқан арабша жазу, арабша сөйлеуге тырысу, кез келген бір мақаланы алып қарамасаңыз да сондай оқытың көріністерді ұшыратып жатамыз. Бұған қандай ой айтар едіңіз, дінтанушы маман ретінде? Иә. Әрине, соңғы кезде әлеуметтік желілерде болсын, теледидарда, бағдарламаларда біз бұндай үрдістің қалыптасып бара жатқанын байқаймыз. Себебі, мысалы, бұның бір түп төркіні былайша қараған кезде біздің еліміздегі мына ислам бағытындағы мамандар басында жетіспеді, білесіздер оны, себебі енді сол ситуацияны есімізге 90-шы жылдарда егерде экскурс жасасақ, ол кездері жаңадан біз тәуелсіздік алдық, бізге ешқандай жаңағы діни қызметкерлер дайындала қойған жоқ, сондықтан көбісі шетелде білім алып келді. Ал шетелде білім алғаннан кейін ислам мұсылмандық білім ол араб тілінде жүргізіледі. Араб тіліндегі сөздердің барлығы кез келген, мысалы, күнделікті өзімізде сөйлеп отырған кезде, мысалы, біз көп жағдайда орыс тілін араластырып жібереміз. Мәселен, уже деген сөзді, мысалы, қалай сіз аударасыз, ол бір контекстте берілген кезде сол қолданып кетесіз. Сол секілді де көбінесе шетелден білім алып келген біздің жастарымыз, жас буын өкілдері, әрине олардың бәрі де емес, кейбір қажетті емес ұйымдардан, күмәнді жерден білім алғандардың сөз қолданысында араб тіліндегі неологизм сөздер өте көп болды. Және олар біртіндеп келіп, мысалы, жамағатпен уағыз айтқан кезінде, енді оларды бір шетінен түсінуге болады. 5-6 жыл шетелде оқыса, ол ана өзіндегі санасындағы араб тіліндегі сөздің мағынасын түсінікті, басқа адамдарға түсінікті секілді айта береді қолданыстағы. Ал оны мысалы, жаңағы көпшілік қабылдай алмауы мүмкін. Себебі ол сөз басқа тілден болғандықтан оның мағынасы ұғынықсыз болады. Бірақ дегенмен, мысалы, қазіргі кезде Алла сөзін кейде Аллах деп айтып жатады. Енді араб тіліндегі сөздің шығу төркініне келсек, оның жазылуы Аллах деп жазылады, және арабтарда Аллах деп айтылады, дыбысталуы. Сондықтан да бізде енді қазақ тілінде еш уақытта біз осы уақытқа дейінде бәріміз бір Алла сақтасын деп айттық. Мысалы, Абай Құнанбайұлының өзінің Алланың өзі де рас, сөзі де рас деп айтады. Болмаса тағы бір нәрсе, Алла біледі деп айтады. Дұрыс айтасы, бір Алтынсаринде айтады, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп. Енді ол біздің қазақ тіліндегі баламалы бар сөздерді не үшін біз басқа тілдің ықпалындағы дәл сол айтылғандай айту керекпіз. Енді бұл жерде білесіз, қоғамда
бұл екі түрлі көзқараспен де байланысты болуы мүмкін. Себебі мысалы бір жақты пікірлер, олар әрине өзіміздің қазақ тіліндегі баламасы біздің мәдениетімізге, ділімізге жақындау, сондықтан да ол сол тілде өзіміздің тілге жақындатып қолдану керек дейді. Ал кейбір жаңағы тіл білетін, жаңағы сол жақта маманданған мамандардың айтуы бойынша, олар енді кез келген тілдің жаңағы шетелден келген сөздің сол түп нұсқадағы нұсқасымен пайдаланғанымыз дұрыс деп есептеледі. Енді былай қараған кезде біз енді діни тақырып деп сондай бір қатып қалмауымыз керек деп те ойлаймын. Себебі қазір қараңыздаршы, мысалы бізден ағылшын тілінен кіріп жатқан өте көп сөздер бар. Біз оны да мысалы қолданып жатырмыз. Енді филологияда негізі неологизм сөздер деген бар, архаизм сөздер деген бар, мысалы ол заңдылық деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де мүмкіндігінше өзіміздің төл тілімізді қолдану шеңберін кеңейте түсу үшін, оның баянды ете түсу үшін, менің өзім жеке ойым, сол біздің тіліміздің өзінің баламасымен, яғни өзіміздің тілге жақын формасын қолдану керек деп ойлаймын. Мысалы, астапыралла дейміз. Астапыралла дейміз. Ал араб тілінде истағфиралла деп айтады. Себебі, мысалы, астапыралла п әрпі араб тілінде жоқ. Мәселен, мысалы, бісміллә деп айтамыз, бірақ ол арабша айту үшін бисмилля деп айту керек енді. Соңған қараған кезде, бұл кезінде мен осы жерде тағы бір мән бергім келеді. Мына биыл енді Әл-Фарабидің 1150 жылдығы ғой. Әл-Фараби бабамыздың сондай бір энциклопедистік жаңағы білімнің иесі болған. Ол жайдан жай емес, қазір айтқым келіп отырғаны, бұл философиялық терминологияны жасау кезінде. Мысалы, ода әрине араб тілінің де өзінің ерекшеліктері болды. Мысалы, Аристотель деген сөздің өзін Аристоталес дейді. То есть неге олардың тілі келмеді ма сонда Аристотель деп қолдануға? Бірақ олар өздерінің тіліне жақындатты. Мысалы, философияны фәлсафа деп айтады. Былайша қарасаңыз, ол араб тіліндегі, сосын мысалы жаңағы кейбір баламасын да дәл сол, егерде олар шынымен де мысалы ежегі грек философиясындағы Аристотель, Платонның сөздерін дәл сол қалпында бізде балама жоқ, біз дәл соны пайдалануымыз керек дейтін болса, ол сол күй қалыптасып кететін еді. Себебі мысалы болмыс, сущность деген сөздер бар, бірақ олар өздерінің дәл сол мағынаны білдіретін жауһар деген тағы басқа өздерінің дәл осы араб тілінде баламасын беретіндей сөздерді пайдаланғанды, сондықтан ол қолданысқа кең ие болған деп айтуымызға болады. Сол себептен де әрине жаңа мысалы бұл ретте көп мүмкін әріптестерім қолдамауларда мүмкін. Мәселен, енді қараңыздар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жаңағы уағыз айтқан кезінде де міндетті түрде жамағаттың көп жиналатын уақыты, жұма намаздарында айтқан кезде міндетті түрде сөз оралымдарында, сөз тіркестерінде ол араб тіліндегі сөздер көбірек кетеді. Бірақ сондықтан да ол жаңағы маған өте жақсы ұнады. Осы ретте мысалы Қазисламда Шерубай Құрманбайұлының жақсы мақаласы шықты. Сол мақаласының ішінде былай деп айтады: қазақ тілінде қанша бір сапалы, удачный дейді ғой, сондай бір ұтымды пайдаланған сөз берілсе де, оның қолданыс аясы неғұрлым кең болса, сол қолданыс аясы қай жерде көбірек қолданады, сол жердегі баламасы көп тарап кетеді дейді. Енді мысалы жаңағы мен осы жерде тағы айтатын едім, мысалы делу время деген сөз берді. Делу время деген орыстың қазақша іске сәт деп әбден аударылады. Бірақ кейбір жерде де біз олардың тікелей осындай сөзбе-сөз аударып қоятын ситуацияларда болады. Бұның бәрі енді дегенмен де жаңағы уақыт көрсетеді деген ойдамын. Шынымен де бұл жерде қаншалықты қолданысқа кеңірек ие болады ол сөздер, соншалықты олардың да жаңағы қоғамда пайдалану аясы да кеңірек кеңейе түседі деген ойдамын.
Айнұр Дүрбеленқызы, бізге сұхбатқа келісіп, орамды ойларыңызды ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс береке тілейміз. Үлкен рахмет, амандықта жүздесейік. Өздеріңізге де тек қана сәттілік, жұмыстарыңызға, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Ал біз құрметті көрермен, сіздермен Дін сақшы бағдарламасының келесі санында жүздесетін боламыз. Аман сау болыңыздар.